пәннің аталуы мұғалімнің кәсіби бағдары деп аталады. Енді бұл мұғалімнің кәсіби бағдары пәні Қазақстан Республикасының 2015-16 оқу жылынан бастап ене бастады. Яғни жаңартылған білім беру бағдарламасына байланысты сіздер бүткіл 40 минут сабақтың ішіндегі оқу процесіндегі қолданылатын әдістеріңіз, тәсілдеріңіз, оны қалай жоспарлау керек деген сияқты жұмыстың бағыттары осы пәнде бағытталады. Енді пәннің жалпы сипаттамасында не мәселелер қамтылу керек? Яғни пәннің 7 модуль қамтылады бұнда, соны меңгересіздер. Бірінші оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер, бірінші модуль, екінші сын тұрғысынан ойлауға үйрету, үшінші оқу үшін бағалау және оқуды бағалау, талантты және дарынды балаларды оқыту, оқыту мен оқыту ақпаратты коммуникациялық технологияны қолдану, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу, оқытуды басқару және көшбасшылық идеяларын талдай, сараптай алып және оны оқу мақсаттарыңызға байланысты қолдана алу әдістемесін меңгеретін боласыздар. Жалпы пәннің сипаттамасында. Әнді осы пәнді оқытудағы мақсатымыз неде? Яғни сіздер жаңартылған білім беру жағдайында 7 модуль идеяларын және білім берудің инновациялық тәсілдемесін қолдана отырып, құзыреттіліктеріңіз қалыптасатын болады. Енді пәнді оқытудағы негізгі міндеттерге тоқталсақ. Яғни бірінші 7 модульдің идеясы негізінде курстың теориялық негіздерінің тұжырымдамалық түсінігін қалыптасады. Екінші, болашақ мамандардың өз бетімен білім алуына мүмкіндік беретін өзін-өзін реттеу дағдыларын, түрлі жағдайда тиімді диалог жүргізе алатын, заманға лайық табысты өмір сүруге дайын, сандық технологияларды қолдана білетін біліктіліктеріңізді жетілдіресіздер және өте қажетті жұмыстың бағыты сыни тұрғыда ойлай білу қабілеттерін өзін-өзін талдай, өзін-өзінің кәсіби бағалау дағдыларыңыз қалыптасатын болады. Яғни пәннің міндеттері мен мақсаттары міне осылар болып табылады. Енді аталған пәнді оқыған кезеңінде сіздерде қандай дағдылар қалыптасады? Яғни бірінші 7 модуль идеясының ақпаратты коммуникациялық технологияларды қарым-қатынас жасаудың түрлі мәселелері қамтылады және пәннің 7 модуль идеяларын талдай сараптай алуларыңыз керек. Оқу нәтижесі бойынша түрлі берілген тапсырмаларға байланысты мониторинг, логикалық сызба, аргументті эссе және бұның ішінде біз тоқталамыз бір модульдің кезеңінде Левин циклы туралы. Соның үлгісі бойынша кіріктіре отырып, яғни осының барлығын өзіңіздің ертең мектепке барған кезеңінде сынып тәжірибеңізде қолдана алатын болуыңыз керек. Сол сияқты оқыту мен оқытудағы педагогикалық үдерістердің диагностикасын жасай алу, әдістемесін құрастыра алуыңыз керек. Педагогикалық үдерісті өзінің жетістігін, топ жұмысының нәтижелерін сараптай, рефлексиялай алуыңыз керек және оқу нәтижелесін жақсарту мақсатында ұсыныстар бере алатындай сізде дағдылар қалыптасу керек. Яғни бұл жерде ең негізгісі, қажеттісі орта мерзімді, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарды құрастыра алып, яғни соны жасай алуларыңыз керек. Келесі, Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламасының негізінде әзірленген педагог кадрлар даярлайтын жоғары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне қосымша білім беру бағдарламасы ең негізгі басшылыққа алатындарыңыз. Екінші, бағдарламадан күтілетін нәтиже не? Яғни білім алушылардың қалай оқу керектігін үйрете алатын, соның нәтижесінде оқушы өз еркін, өзіндік уәж дәлелдерін нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір көзқарастары жүйелі дамыған сандық технологияларды құзырлық тұрғыдан танытатын тұлға ретінде қалыптасуын қамтиды. Енді бұл жердегі ең негізгі мәселе бұл мұғалімнің кәсіби бағдары пәніндегі ең негізгі мәселеде сіздерден күтілетін мәселе не? Міне осы мәселелерге мән берсек. Яғни қандай болашақ, қандай педагог маман болып қалыптасуыңыз керек? Бірінші, ықпал ететін және бағдар беретін болашақ педагог маман болып қалыптасуыңыз керек. Екінші, кез келген нәрседе кері байланыс орнаталатын кәсіби білім мен түсінігі бар болашақ маман болып қалыптасуыңыз керек. Және кез келген пәнді жүргізген кезеңіңізде сізде алдыңызда 3 түрлі сұрақ тұру керек. Біз қайда бара жатырмыз, қандай іс-әрекет жасау керек, одан әрі не істеу керек деген. Яғни осындай табыс критерийлерін білу арқылы сіз сол 40 минут сабақтың ішіндегі негізгі түйінді ойларды айқындай алатын болашақ
болашақ маман болуыңыз керек. Сондықтан төртінші бір келесі бір үлкен басымдықтарының бірі бұл дайын білім мен идеяларды ұсынбай, сол білім мен идеяларды білім алушылардың өздерінің құруы болып табылатын мұғалімдерді даярлауға бағытталуы керек. Яғни оқушыға еш уақытта дайын идеяны ұсынбаймыз, оқушының өзі құрастырушы, өзі жасаушыға айналатын жұмысының бағытында ұйымдастырылуды қажет етеді. Енді мен бағана жоғарыдан бері айтылып жатыр, мұғалімнің кәсіби бағдарында 7 модуль. Мына жерде қарап отырсаңыздар, сол 7 модуль айқындалған. Бұнда оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер бірінші модуль, екінші сын тұрғысынан ойлауға үйрету, үшінші оқу үшін бағалау және оқуды бағалау. Енді оқу үшін бағалау мен оқуды бағалауды естеріңізде болса, сіздер екінші курста бұл пәнді арнайы критериалды бағалау пәні ретінде өттіңіздер. Және төртінші оқыту мен оқытуды ақпаратты коммуникациялық технологияларды пайдалану, бесінші талантты және дарынды балаларды оқыту, бесінші оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу, және соңғысы оқытуды басқару және көшбасшылық болып табылады. Енді видеоны көріп жіберсек,
Әлемнің 7 кереметі бейне көрсетілімде не мақсатта көрсетіліп деп ойлайсыздар? Екінші сұрақ, бейне көрсетілім идеясын сабақ үдерісінде қалай қолданған тиімді деп ойлайсыздар? Осыған байланысты сіздерге 2-3 минуттық ойлануға уақыт беріледі. Осыны талдау жүргізсек. Яғни бұл жерде қарап отырсақ, жақсы айтылып жатырған ойлардың барлығына қосылуға болады. Бірақ бұл жерде ең негізгі керекті нәрсе, жалпы жаңартылған білім беру бағдарламасында алдымызда отырған 30 оқушының әрқайсының өзіндік қабылдау ерекшеліктері бар. Яғни 30 оқушының ішінде бізде визуалдар, аудиалдар, кинестиктер отырады. Визуалдар деп отырғанымыз ол яғни көру арқылы. Бар оқушы тек қана көру арқылы, фотографический снимок дейді. Бір көргенін есінде сақтап қалатын оқушы бар. Аудиалдар деп отырған оқушы тыңдау арқылы меңгеретін оқушылар бар. Айталық сыныпта 7-8 оқушы аудиалдар отырған шығар. 10-15 оқушы визуалдар отырған шығар. Ал енді кинестиктер деген оқушылар болады, яғни олардың өздері қолменен ұстап, соны жасамайынша, онда ол тақырыпты меңгере алмайды. Яғни біз кез келген сабақты жүргізген кезеңінде оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес аудиалдарымызды, визуал және кинестик оқушыларымызды айқындап алып, соған байланысты жұмыстарымызды жүргізуді қажет етеді. Енді осы ойлау дағдыларына байланысты қандай өзгерістерді енгізуге болады? Міне соны мына жерде қарап отырсаңыздар, жоспарлаудан бастап анау бағалау үдерісіне дейінгі өзгерістердің 6 кезең айқындадық. Бұл жерде бірінші проблеманы айқындап алу керек. Сол 40 минут сабақтың ішінде. Яғни оқу үдерісіне қатысушы субъекттердің рөлдерін айқындап алуымыз керек. Үшінші, қозғаушы күштердің өзгерістер енгізу, қозғаушы күштерге, яғни оқушылардың қозғаушы күшке айналдыру бағытында жұмыстар жасалыну керек. Үшінші кезеңі, яғни онан кейін бар уже кедергілер шығады. Сол кедергілерді айқындап алуымыз керек та, өзгерістерді енгізіп, және өзгерістерді бағалау жасалыну керек. Міне осы өзгерістердің 6 кезеңі басшылыққа алып отырсаңыз, сіздің жұмысыңыздың бағыты өте болып шығады. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар, оқу үдерісінде 7 модульдің ықпалдасуына мынандай бір көруге болады. Бір 40 минут сабақтың ішіндегі сізде осы 7 модульдің ықпалдасуына сіз жұмыс жасау керексіз. Сабақ жоспар жасаған кезеңінде 7 модульдің идеясын кіріктіруге бағытталуыңыз керек. Мына жерде қарап отырсаңыздар, мына оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер. Сізде міндетті түрде постер қорғау, топтық жұмыстар, жұптық жұмыстар жүреді. Яғни бұл оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қатысты, бағана айтып кеткендер, аудиалдар, визуалдар, кинестиктер деген секілді. Және оқу үшін бағалау, оқуды бағалау. Әрбір іс-әрекеттен кейін бізде міндетті түрде бағалау жүріп отырады. Және міндетті түрде сіз 40 минут сабақтың ішінде ақпаратты коммуникациялық технологияны қолданасыз, және әрбір жүргізіліп отырған жаттығу тапсырмаларыңызда сын тұрғысынан ойлауға бағытталуды қажет етеді. Және міндетті түрде әрбір сыныпта талантты, дарынды балалармен жұмыс, яғни оларға берілетін тапсырмалардың жиегі несіде айқындалу керек аумағы да. Міне қарап отырсаңыздар, осы 7 модульдің. Ал оқытуды басқару және көшбасшылық деп отырғанымыз, ол тікелей мұғалімнің әрбір іс-әрекетінен байқалады. Жерде қарап отырсаңыздар, топтық жұмыс мәселесіне байланысты тоқталамыз бүгінгі дәрісіміздің ішінде. Өйткені кез келген нәрседе топтық жұмыс, бірлескен іс-әрекет болмайынша, ол сабақты өзінің деңгейінде жүргізу мүмкін емес. Мұны қарап отырсаңыздар, топтық жұмыс. Яғни топтық жұмысты қалай істеу керек дегенде. Бірінші, ынтымақтастық болу керек. Өзара іс-әрекет ету несі қалыптасу керек, дағдысы топта жұмыс істеу үшін. Екінші, топты құрудың ережелерін құрастырып алуымыз керек. Топта жұмыс істеу ережелері құрастырылу керек, және топты құрудың ережелері. Яғни топты қалай құрастырам? 40 минут сабақтың ішіндегі ең бірінші топқа бөліп алудың. Оның да өзінің әдіс тәсілдері бар. Және тапсырмаларды шешу, топтық жазу, топтық жұмысқа арналған тапсырма. Келесі енді топтық жұмысты пайдаланудың себептері 3 түрлі жағдайда жүзеге асырылады. Бірінші, әлеуметтік, танымдық және эмоционалдық. Әлеуметтік деп отырғанымыз пікірлерімен және тәжірибелеріменен алмаса алады. Әлеуметтік деп отырғанымыз, яғни топтағы тапсырмаларды шешудің жолдарын бірлесіп табады. Үздік бірлескен
нәтижелерді бере алады әлеуметтік жағдайда. Ал танымдық жағдайда жұмыстың баламалы бағыттарын, идеяларын ұсынады және оны бөліседі, маңызды істер мен түсініктемелерді дамытады. Ал эмоционалдық деп отырған жекеленген адамдардың тәжірибесі мен біліміне сүйеніп, күрделі тапсырмаларды орындау үшін жайлы жағдайларды қамтамасыз ету керек. Яғни топтық жұмысты ұйымдастырудағы негізгі осы үш түрлі себепті, үш түрлі факторды басшылыққа алуды қажет етеді. Келесі топтық жұмысқа арналған ережелер қалай болу керек? Топтың бірінші құрылуы, екінші топты жоспарлау, үшінші жоспарлы орындау, тапсырманы анықтау және топ жұмысын бағалау. Топтағы жұмыс, топпен жұмыс жасау деген 40 минут сабақтың ішіндегі өте күрделі процесс болып табылады. Мысалға, біздің студенттеріміз практикаға барған кезеңінде бір сабақта бірнеше топтық жұмысты ұйымдастырып атады да, уақыттарын тиімді пайдалана алмай отырған жағдай болады. Ал енді жұптық жұмысқа, жеке жұмысқа, ұжымдық жұмысқа қараған кезеңде топтық жұмыста, яғни жоғарыда айтылып кеткенде осындай ережелерін жасап алмайынша біз ол жұмыстың жоғарғы деңгейіне жете алмаймыз. Яғни бірінші топтың құрылуы ережесін сақтауымыз керек, екінші топты жоспарлау ережесі сақталуы керек, жоспарды орындау және тапсырманы аяқтау, топ жұмысын бағалау. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар, түрлі топтық жұмыста ұйымдастырылған әртүрлі мәселелерді сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Топтық жұмыстағы ең негізгі басты мәселе, басшылыққа алынатын мәселе, яғни топтағы 5-6 оқушының өзінің әрқайсының міндетті түрде қатысу деңгейіне бағытталуды қажет етеді. Яғни топтық жұмыс деп отырғанымыз бұл қандай да бір жағдай болмасын, сіздерді қолдайтын адамдарыңыз бар, әркез топтағы іс-әрекет құтқарады. Мысалға, баланың бойында қорқыныш, баланың бойында сол топтық жұмысқа, тапсырманы орынға кірігу деген мәселелерді қиналатын болса, міне осы мәселенің барлығында да сіздер топтық жұмыс арқылы шыға аласыздар. Яғни ағылшын философы Фрэнсис Бэкон былай деген екен: бірыңғай тәжірибе жасау жолындағы эмпириктерді құмырсқаға, тек өз ойымен өзі болатын рационалистерді өрмекшіге, тәжірибе нәтижелері мен ақыл ой қызметін ұштастырғандарды араға ұқсатқан. Мұның өзінде де белгілі бір дәуір танымының шындығы барын мойындамасқа болмайды. Академик Зейнолла Ғабдолов былай деген екен: бізде қазір қоғам жасалып келе жатқан жоқ, жаңа адам жасалып келеді деп. Міне осы жаңа адамды жасайтын бірден бір пән осы мұғалімнің кәсіби бағдары болып табылады. Міне сіздерге сіздердің бұл пәндегі негізгі ұсынылатын жұмысымыздың бағыттары, әдебиеттер ұсынылып отыр. Студентке арналған нұсқаулық. Бұл нұсқаулықты сіздердің универ жүйесіне салынады. Айтылып отырған 7 модульдің барлық тақырыптарына байланысты бұны Назарбаев зияткерлік мектептері менен зияткерлік мектептері және педагогикалық шеберлік орталығы бірлесіп дайындалған нұсқаулық ең негізгі басшылыққа алынатын әдебиеттеріңіз осы болып табылады. Екінші пайдаланатын әдебиеттеріңіз ол педагогтың кәсіби стандарты. Және Асхат Әлімовті білетін болуларыңыз керек. Интербелсенді әдістемені жоғары оқу орнында қолдану мәселелері деген оқу құралы бар. Осы негізгі 3 пәнді басшылыққа аласыздар. Қосымша әдебиеттерде енді қарап отырсаңыздар, PISA халықаралық зерттеулерге дайындықты әдістемелік ғылыми әдістемелік қамтамасыз ету деген ұлттық білім академиясының арнайы оқу құралы бар. Осыны пайдалануларыңызға болады. Кәсіби стандарттарды пайдалануларыңызға болады. Және интернет ресурстардың ішінде өте сіздерге мән бергім келеді. Бұл cpm.kz. Міне осы нені басшылыққа алып жұмыс жасауларыңызға болады. Мына жерде мен сіздердің басшылықтарыңызбенен ашып отырмын. Педагогикалық шеберлік орталығы деген, міне осыны басшылыққа аласыздар. Кез келген тақырып бойынша. Мысалға, мына жерде не бар? Әдістеме баспасөз орталығы деген бар. Онан кейін әдістемелік көмек деген бар. Мына жерде қарап отырсаңыздар. Және видео, бейне мәселелер бар. Міне осының барлығын осы жерден алуларыңызға болады. Ең негізгі басшылыққа алатын жұмысыңыздың бағыттары.
Мен сіздерге жаңа интернет ресурстардың ішінде cpm.kz-ді көрсеттім. Кез келген тақырып бойынша өте әдістемелік нұсқаулықтар, бейне көрсетілімдер барлығы осының ішінде қамтылған. Мына төменге қарап отырсаңыздар, соның барлығы көрсетілген, яғни болашақтағы жұмыс бағыттарыңызда оны басшылыққа аласыздар. Енді осы бүгінгі бірінші лекцияның ішіндегі ең негізгі қандай тапсырмаларды орындалуымыз керек. Шағын топтағы жұмыс моделін және топтық жұмыстардағы рөлдерді бағалау парағын құрастыру. Мына жерде сіздерге үлгісі берілген. Үшінші курста педагогикалық практикада сіздер өттіңіздер, яғни осы бағалау парағын құрастыруды қажет етеді. Екінші тапсырмамыз бұл мектеп атмосферасын, мектеп ортасының 4 аспектісі бойынша нақты тұжырымдық ойларын жазасыздар. Бірінші, қоршаған ортаның физикалық, әлеуметтік, эмоционалдық және танымдық факторлары арқылы айқындау және кесте бойынша құрастыру. Осы тапсырмаларды орындау арқылы және жоғарыда айтылып кеткен дәрістерді меңгере отырып, бүгінгі тақырыпты сіздер толыққанды меңгеруге бағытталасыздар. Бірінші дәрісіміз аяқталды.